Қайрат видео студиясы ұсынады. Сіздердің бүгінгі көріп тамашалайтындарыңыз шынайы оқиғаға негізделген. Ұлы байтақ қазақ жерінде 2000 жылдық тарихы бар таразымыздың төрінде бірлігі мен ынтымағы жарасқан отбасында түбірлі той қуаныштан естелік. Ұлы қуаныш, бақыт, ырыс, берекеге толсын. Тойларыңыз тойға ұласын. Қандай көркем қарашы, бақыт деген баласы, құтты болсын тойларың, ардақты ата-анасы, құтты болсын тойларың, ардақты ата-анасы. Бұл ғаламда бұл маңда мұндай шаттық болғанда, көрмегенде арманда, көргендерде арманда. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткенше сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қонып үлгерсін, бар қызықты бір көрсін, кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Сыйлап асыл сыйларды, жанашырлар жиналды, шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Шын бақытты күтсеңдер, отбасы бол иманды. Осы тойға бақытты қайта-қайта тілейік, бұл отбасын үлгі етіп айта-айта жүрейік. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткенше сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қонып үлгерсін, бар қызықты бір көрсін, кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Ақ сезім ай сезім ай, ақ сезім ай сезім ай, түсіп кетті есіме ғашық болған кезім ай. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткенше сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қонып үлгерсін, бар қызықты бір көрсін, кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл. Қайырлы күн, қымбатты ханымдар мен мырзалар, армысыздар, ардақты ағайындар. Бүгін үлкен әулетіміздегі өткен жатқан дүбірлі думанды тойдың ақ дидарлы алтын басты ағайын дос, жекжат жұрып, құда жекжаттар той қуанышыңыз құтты болсын. Енді сәл аздап қонақтарымыз жолда келе жатыр, қазір келіп орналаса береді. Ерте келген өздеріңіздей алтындай қонақтардың алтын уақытын алмай, думанды тойымызды бастайық. Ел даусына қаратқан бір тойы осы қазақтың, жарылқаған жаратқан шын тойы осы қазақтың, шын ниетпен айтылсын.
Керемет. Топ жарып сөз сөйлесе ақын аттан, қонақтарда қолын соғар жақын отқан, ассалаумағалейкум ағайындар, тоймен бірге астың дәмін татып отқан, жиналыпты 300-дің ұрпақтары, дұшпанынан найзасын түйреп қақыратқан, бармысыздар, шоптар елінің ұл-қыздары сіздердей, батыр елдің атымақтан, қуанып Оспайға келіп жатырмыз, жан жақтағы киелі топырақтан, баршаңызға Алланың нұры жаусын, бүгінгі той құтты болсын, құдалығымыз мың жылдық болсын деп, шапалақтың шаттығын ұрып жатқан. Өздеріңіз көріп куә болып отырғандай, бүгін Алланың қалауымен қыдырдарып бақ қонған, арысы тасыған арзығы мол, қасиетті де киелі құтты мекен Тараз қаласында шоптар елінде үлкен дүбірлі думанды дәстүрлі той. Осы қуанышқа әрине себепші болған менің атпалдай Фидель ағамменен және әппақ аққардай жанат әпкеміздің мына қазақтың салты мен дәстүрімен өткелі жатқан немерелері Баязиттің сүндет тойы және қазақтың өзінің керемет ұлан асыр дүбірлі тойы құдалық тойына қош келіпсіздер. Баршамызға белгілі болғандай, жалпы қазақта жігіт сүндеттелгенде тойдың төріне не атпен алып шыққан, не тақпен алып шыққан. Бүгінгі Баязит батырды Абылай ханның алтын тағынан бір кеміміз алтын тақпен той төріне қазір алып шығамыз. Қоржынын ділдаға күміске көрімдікке толтырайық, ал орнымыздан тұрайық, сән салтанат құрайық, шапалақты аямай ұрайық, Баязит батырды той төріне қарсы алайық. Ал! Баязит батыр, қошеметтейміз ағайын. Ал, көрімдігі аямай саламыз. Дәстүрін сақтаған, мәңгәрін сатпаған, жасай бер. Нағашылары, ағалары, жеңгелері, туысқандар, құралар, бауырлар, әпкелері, жеңгелері, қайдасыздар. Ал, Баязит батырды көрімдік беріңіздер. Қорғанын ойлайтын кергені, Аялай, қос қолды тұрайық. төгел үшін тер төгеді. Той құтты болсын. Мұсылман бітілді, ақ батасын қолжайып келмеді. Қазақта сүндет той, ежелдің міндет той. Мұсылман болғаны шын құрмет қой. Дәстүрін сақтаған, мәңгәрін сатпаған, Қошемет, айланып жасай бер ұл сүндет той. Ел болса ел жүрек таққанымен, өсиетті бойында сақтап жүріп, қазақ деген ұлының батыры бол, найзамен жау келсе атқанмен. Қазақта сүндет той, ежелдің міндет той, мұсылман болғаны шын құрмет қой. Дәстүрін сақтаған, мәңгәрін сатпаған, қазағым жасайды. Сіздер көрімдік берген сайын апам билеп отыр, күшті билеп отыр. Ал, ағам қайда, Фидель аға, апа келіңіздер шындар. Қуаныш сіздердікі ғой, ортаға тұра қалайық. Немерелеріңізді бауырларыңызға басып жасап жатқан тойларың сұқты болсын. Мына екі елдің арасына салынған алтын көпір мәңгілік болсын, жастар бақытты болсын. Бала-бала бал ғұмыр, қуанышы мәңгі жыр, отырған соң сүндетке, жігіттіктің алды бұл, дәстүріміз бел алды, елдің ісі оңалды, өтеліпті парызы, жасалыпты жоралғы, мұсылмандық иманың, екендігін біл жаным, той жасауда ата-апаң, шашып төгіп жиғаның, өмірдің бір белесі, той жасаудың жөнесі, қуанып жүр атасы, шаттанып жүр апасы, көкке жетіп төбесі, барлығымыз аман есен жетейікші, Баязиттің үйлену тойына келесі. Тойларыңызда дәл бүгіндей сән болсын, шырқалатын керемет ән болсын, дастархандарыңызда толы дәм болсын, қастарыңызда жанашыр жан болсын. Ал біздің Баязит кіші жүзден шыққан президент хан болсын. Міне. Ханның атасын береміз Құдай қаласа. Енді жиені сүндеттелгенде қазақтың өзінің дәстүрі салтында бар, нағашысы тақтан түсіріп ал, тойдың төрінде бай, миллионер, ақшасы көп, Мади нағашысы бар екен ғой. Мәди қайдасың? Келіп, уже келіп тұрсың ба? Так, иығына көтеріп ал, жиеніңді көрейін. Нағашылық жиенге қосып қояйық. Ал, бір айнап келіп.
өткізейік. Мына тақты бекер жылжыттыңдар. Суретке түсіп алсыңдар. Бәленбай ақша беріп жатырсыздар ғой, суретке түсіп алсың екен. Келіңіз, атасы, апасы, мынау Баязит папа мамасы, сізде де түсіңіздер. Апасы келіңіздер. Мәди нағашысы көтеріп алса, жоғары қарай, мінекей. Ал бір суретке түсіп алыңыздар, одан кейін тақты алдыртып, ары тойды бастайтын боламыз. Ағайын, күнде жинап көтерілген төбеге балаңнан да тәтті екен немере дейді. Ата менен немере аяқталмас бір дастан, екеуіне керегі айдай ашық нұрлы аспан. Бұл өмірдің бір қызығы немересі бар адамда сенеме шаңыраққа уық болып қадалып келе берсін дүниеге немеремен шөбере. Ал атам келе жатыр, апамыз ісікте ма? Апау, осы уақыт сіздің батаңыздың арқасында өтіп жатыр ғой. Келіңіз, апаммен қайтадан түсеміз, басынан бастайтын болдық қой. Ал, келіңізге суретке түсіп алыңыздар. Арнауым осы тойда арындасын, жырларым ел алдында жалындасын. Фидель аға құшақ жайып сіздерді қарсы алуда, қуанышта бүгін қасынан табылғасын. Алланың өзі қолдап біздерді, әрқашанда жақсылығымен жарылқасын. Абыройларыңыз күнден күнге үстем болып, бастарыңыздан бақыт құсы арылмасын. Мына той құтты болсын, құрметті Фидель аға, Жанат әпке, Алла қаласа ұрпақтарыңызбен мұн жасаңыздар. Апамның құмыр жасы ұзақ болсын. Бұйыртса апамның немере шөбере сүйіп отыр ғой, шөпшектің қолынан су ішіп майжалаңыз. Осы апама неменесінің келіні еліп сәлем салшы. Апам сол қыз көрсін. Апа бұйыртса немененің тойында өстіп бата беріп төрді отырыңыз. Құмыр жасыңыз ұзақ болсын. Біздің апам 130 жасасын, 150 жасасын. Что-то қосылмайды сияқты шапалап. Мәңгі жасасын апамыз. Ана ақшаларыңызды алыңыздар. Біраз ақша салды ғой. Күшті рахмет. Сосын тақты жинап алсын. Ал ардақты ағайындар, ыңғайланып отырып алайық. Енді бүгін Аллаға шүкір құдалығымызбен сүндет той қатар өтіп жатыр. Қазақтың өзінде керемет жақсы тілектер бар ғой. Тапқан байлығын, жинаған ақшаң өзінің қуанышына шашылсын деп, сол бүгін мінекей ұрандардың қан төрінің орын алып жатқан кіші жүз жетіру Тама елінен келген құдалар қауымына да бір қол соғып қояйықшы. Жаңа құдаларға жандастар. Осындай құдаларды қолқасында, осындай ағайын туыстың алқасында той тізгінін қолға алғаннан соң құдаларды мақтауға қорқасың ба? Біздің әрине Гүлсім келін бойжетті ғой. Төрдегі Тама елінің қалқасында, төрдегі құда мен құдағидың арқасында ендеше тамаларға бір қаттырақ қосағай, мақтансын көпшіліктің ортасында. Төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Әрдайым алған орындарыңыз төрден төмен болмасын. Ал енді ардақты ағайын, қазір енді біз енді қазақпыз ғой. Қазақ жалпы текті халық. Тектіден текті туады, тектілік тұқым болады. Қазақтың әрбір баласы кез келген істің басын батамен бастаған. Сондықтан да бүгін осы керемет қуанышты ашып беру үшін мен осы елдің ағасы, үлкен ағамыз ақыл айтатындана қиналып барса қол ұшын беретін пана Есет ағамды алдыртайық. Есет аға келіңіз, тойды ашып беріңіз. Ассалаумағалейкум, көке, қуаныш құтты болсын. Бүгінгі мынау Тараз қаласын дүркіретіп, көк аспанды күмпірлетіп өтіп жатқан дәулеттегі думан той құтты болсын. Қадірлі ағайын, енді назарымызды түгелдей ортаға салайық. Үлкен кісінің аузында айтатын өсиет болмаса, кейінгі жастардың бойында қасиет болмайды деген сөз бар. Үлкен кісілердің жастарға беретін тәрбие тәлімі болмаса, жастардың бойында жалындаған жалын болмайды. Сондықтан да осы кісілерге қарап үлгі алып өркен жайып, әулеттің жастары өсіп жатыр. Аға, сіздердің тәрбие ғой барлығы. Ал мен микрофонды көкеме ұстайын, біздің тараптан бір қолдау ретінде туғыл шапалақ болсын. Құдай қосқан құдалар, бәрімізге сәлем. Адамның арманы ғой, әрдайым заманымыз тыныш болсын, Құдайға. Құда 1000 жылдық, 200 жылдық дейді ғой. Адамның арманы, осындай арманға бәріміз де жете беріңіздер. Адамның бәрінің арманы сол болсын. Әрдайым той болсын. Мынау немереміздің бірінші тойы ғой. Ұласа берсін, ізген үндері, қарындастар ере берсін. Сондай-ақ мынау бәрімізге осындай тойда кездесе келек, аманшылық болсын, дүниеміз тыныш болсын. Әрдайым болса аманшылықта осындай той үлкен дастархан үстінде кездесе келек та. Оны тамақтан қысылмай алып бәріміз енді той болсын, үстіге burada үлкен адам жоқ, бәріміз жақынбыз, бір ауылда өскенбіз.
ұзағынан сыйдырсыңдар, той баласы. Рахмет аға, Алла разы болсын. Сізге Алла көп күш қуат берсін. Денсаулықтың арқасында шапқылап шауып, тойды тойлап, ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Қардан әппақ нәрсе жоқ, ұстасаң қолды тоңдырар. Қазаннан қара нәрсе жоқ, бірақ қарынды тойдырар. Уақыттан жүрек нәрсе жоқ, жастық шақ қайта боралмас. Батадан қымбат сыйлық жоқ, байлыққа сатып ала алмас деген осы елдің ағасы, данасы болып аға аман есен шапқылап жүре беріңіз. Сізге мың алғыс, бақыт жарасыңыз. Аллардың ағайындар, Аллаға шүкір, әуелі Алла, одан кейін мына қосылған 2 жас, яғни Бекет пен Гүлсімнің арқасында екі елдің арасына алтын көпір салынып, екі ел міне 1000 жылдыққа серттесіп, құда болып жатырмыз. Жалпы өзі қазақ еліне атышулы танымал, Қазақ Республикасына белгілі 2 көпір бар, атақты көпір. Оның біреуі Шығыс Қазақстан Семей қаласында ұзын көпір бар екен. Мен өзім көрмеген бірақ. Екіншісі, бірі білсе, бірі білмес, Шымкент қаласында Қатын көпір деген көпір бар екен, ол атақты. Сол 2 көпірге 3-ші көпір қосылды. Ол Шобдар елі мен Тамай елінің арасына алтын көпір салынып жатыр. Осы алтын көпіріміз мәңгілік болсын. Құдай қаласа біздің Бекет пен Гүлсім қазақ еліндегі ең үлгілі отбасы болсын. Алла нәсіп етсе Бекет пен Гүлсім қазақ еліндегі ең көп балалы отбасы болсын. Баршаларыңыздың үйлеріңізге ырыс береке бақыт құт болсын. Осындай той ырысты жұғысты болсын. Әлі келін алмаған кісілер, келін алыңыздар. Қыз ұзатпаған кісілер, қыз ұзатып, осындай думан тойға бәріңіз жете беріңіздер. Енді ән көңілдің ажары би өмірдің базары дейді. Қазір тойдың басында жақсы әнмен бастайық, содан кейін екі ел танысайық та, көке. Танитыны бар, танымайтыны бар, танысып өзіне әдемі ретіменен тойды жалғастыратын боламыз. Мен ортаға хабарлап шақырайын. Асаба, әнші, театр актері, пародия майдалманы, Батыр есімді жігіт тойларыңызға келді. Өзі керемет сымбатты жігіт. Ойнақ. Қалада 4 квартирасы бар. 2 жерде жұмыс істейді, плюс тамада болып тойға шығады. Қысқасы айына 60-70 миллион ақша табатын жігіт ғой. Келіңіз. Ал болсам бай, әзіл ғой. Ал Батырдың әні. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Той құтты болсын, құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Қазақ еліміз көркейе берсін, тамаша әсерменді қабылыңыздар. Көңілді отырайық. Altyazı
Қуаныштарыңыз құтты болсын. Қандай керемет. Арналсын осы тойға әніміз де, шаттықпен шалқыптасып сәніміз де, болып жатқан керемет думанды той, жұғысты болсын қонақтар бәріңізге. Ардақты ағайындар, енді бүгін әулетте қуаныш болып жатқаннан кейін осы келген қонақтардың, құдалардың көңілін тауып, осы сіздерге қызмет істеу үшін алдарыңызға келіп жатырмыз. Және де бүгінгі осы керемет кеште, осы әдемі тойда сыйлық, подарка, приздар да бар. Оны да өзінің ретіменен үлестіріп беретін боламыз. Енді қадірлі қымбатты қонақтар, қазір сол сыйлықтарды жаймен берейін деп шештік. Кішкене түскі уақыт ас ішіңіздер, шөл басыңыздар, ішке ел отырыңыздар, сосын таныстықты жалғаймыз. Оған дейін мен сіздерге сыйлықтар атайын. Тойдың бүгінгі ең алғашқы подаркасын апа рұқсат болса ағаларға, ер азаматтарға берейік. Ең бірінші подарка қандай ер азаматқа береміз? Осы залда қонақ болып отырған көкелердің, ағалардың арасында көп балалы әкеге берейікші, қызық болсын. Ал, ең көп баласы бар әке кім бізде? Просто так подарка береміз. Көп балалы анаға беріп жүрміз ғой, көп балалы әкеге де берейік та, ол кісілердің ең нәсі бар. Ал, кім бізде? 5, 6, 7 баласы барлар бар ма? Кім? Кімді айтып жатыр? Атам ба? Ата сізге 8 балала берген. Бірақтан сұрайды, қанша ол? 5-еу. 8 отырған мына 5-еу. 9 болса бұрылады деді, 9 болса 10 болса бұрылады деді. 8 баланың әкесі отыр. Сондықтан алғашқы подарканы 8 баланың әкесіне берейік. Неге бермеске? Ал, атамның қасына барайын. Көденің көзі асылдың сынығы. Көке отырған едіңіз. О, көке қайын деді ғой. Көке, сол 8 балаңыз алталаш ұстасын. 8 балаңыз дүниенің төрт бұрышын тіресін. 7 ұрпағыңызға дейін пайдалетті болыңыз. Мына әдемі сыйлық көп балалы әке номинациясы ұтып алдыңыз. Құтты болсын. Міне. Қандай? Көкем өмірінде көп балалы әкеден бір подарка алды. Ау? Сөйлемен қос подарка алыңыз дейміз. Үндемей отыр подарка аласың. Кеттік. Екінші подарканы берейік. Апа келесі подарканы қыз келіншектерге берейік. Бүгін тойды ең әдемі күшті көйлегін киіп, әдемі болып, сәнденіп, прическа жасап берген кісі бар ма? Вот сол кісіге подарка берейік. Неге бермеске берейік? Әдемі өкмеді өйткен тойға. Ал, кім? Қай кісі? Аты кім ол кісінің? Гүлхан әпке келсін. Ал, Гүлхан қанымға қоса. Гүлхан әпке! Шынында Гүлхан әпкеміз көрікті кісі екен. Әдемі, сұлу, әппақ, аққудай кісі екен. Даже аққудың өзі Гүлхан әпкенің қасында темный көрінеді екен. Сіз бүгінгі тойдағы әдемі сұлу ханшайым номинациясын ұтып алдыңыз. Құтты болсын, ұтсыңыз. Міне, просто келді әдемі подарка. Келді. Келесі сыйлықты қайттан апай ағаларға берем, ер азаматтарға берем. Залда отырған ағалардың арасында бойы ең ұзын ағаға подарка берем. Ондай да бар бізде. Бойы ең ұзын кім бізде? Бойы 1.80, 1.90 ағалар бар ма? Жаңа шығып атыр еді ол күшті. Кім? Негізі, аға, жаңақта Мари деген ағашысыны сол тұрғызып көрейікші, бойы ұзын ғой. Мари, тұршы кәр көрейік. Баязеттің ағашысы. Музыка, ал, Мари. Мари, бой қанша? 1.78, жақсы. Көкем, негіз сен асып кетеді, тұрғызсам ше. Сен ағашында осы құрметпенен подарка беріп жіберейін, көкем қиялып отыр негізі. Ал, құда бала ғой, құда балаға осы қойыңыздар. Баязеттің ағашысы, Гүлсімнің бауыры. Мари, ең алып адам номинациясын өтіп алдыңыз, құтты болсын. Ал кет, енді бір подарка берейін, сосын арасында тағы да беріп отырам.
келесі сыйлықта қайтадан апа қыз келіншектерге береміз. Залда отырған осыншама қыз келіншектердің арасында машина айдай алатын қыз келіншек бар ма? Қол көтерейік. Мен де байқайлап жүрмін. Біреу, тағы бар ма? Машина айдай алады. Тағы да. Болды ма, бітті ма? Екеу ма? Тағы кім? Не дейді? Трактор дейді? Үшеу ма? Осыларды көрсе бала жыным ұстайды ба? Мәшиненің поворот оңға жағатта солға бұрылып кетеді ғой, көшенің үстінде. Үшеу өзін профсионал көшені ерексеп тұрып алып. Айқайлап жүрген кісі қайда? Сізге берейінші. Музыка, келіңіз. Қандай туысқансыз? Ағашын той беріп отыр. Үшті жиендеріңіз екен ғой, дұрыс. Жиен қуанышын арқалап келіп отыр. Машина қандай маркасы? Mazda Cross. Күшті екен, Mazda мінемін жазда дейсіз ба? Шопыр қыз номинациясымен марапатты. Міне, құтты болсын. Әне болып жүре беріңіз. Ал, ата-ата енді бір көрген біліс, екі көрген таныс дейді. Енді таныстыққа көшейік. Құдалар жағынан бастасақ бола ма? Бірінші құдалар жағынан бастайық. Құдалардың, яғни Тамай ел, Гүлсім жақтан келіп отқан барлық құдаларды толық танитын, аты кім, фамилиясы қандай, қай жерде жұмыс істейді, қанша айлық алады, қанша пенсиясы бар, түгел ақпаратты білетін бір кісі келіп, құдалар жағын таныстырсын. Сосын біз де өз жағымызды қысқан тезден таныстырып, арғай сөз беріп, тойды жалғайық. Ал кім таныстырады құдалар жағын? Тамай елін кім таныстырады? Бір кісі келіп, үлкендерінен бастап таныстырып шығайық. Өйткені құдалық дәстүрлі той ғой, сондықтан біліп отырайық, кімнің қандай жолмен келіп, қандай туыс екенін біз де біліп отырайық. Есіміңіз? Шалқарбек. Құдаларыңызға бір қойып, тұл соқпаңыз. Ал микрофонды өзіңізге берейін, өзіңіздің абыройыңызды асқақтатып келіп жатқан құдалар қауымын таныстырып шығыңыз. Енді тамалар жағынан таныстырам ба не? Я. Мейлі. Ана отырған кісі Қаржау деген ағам болады. Шапалар қой, Онан кейінгі өзімді таныстырсам, өзімнің папасы. Атым Шалқарбек. Бас құда. Онан кейінгі бір ағам бар, сыртқа шығып кетті. Келсе таныстыра беріп. Онан кейінгі анау жаңағы таныстырған ағамның келшегі анау Зүлпия деген жеңгеміз болады. Зүлпия құда көшеді. Жаңағы одан үлкен ағам бар, Есет деген енді ол қашан келеді? Есет қайдан келді деген? Бата берген кісі бәріңізге берген шығар жаңағы. Бірінші тойда ашып берген. Ол кісінің әйелі Жұбайы, ана кісі Мария деген жеңгеміз болады. Онан кейін оның бер жағында отырған қарындасым менен кейінгі Ғалия деген. Онан кейінгі өзімнің жұбайым, бер жақ көрін. Гүлмира деген кісі. Гүлсімнің мамасы. Онан кейінгі мынау бергі жақта отырған келінім. Менен кейінгі інімнің келіншегі аты Риза. Ал енді кім бар кәне? Мәди қайда біздің? Кім бар кетті? Кім бар кетті? Мынау менің үлкен ағамның баласы Мәди. Мынау келін болады. Әлбері аты. Онан кейін менің тағы үлкен қызым бар. Нұржамал қайда бұл? Міне бұны. Өзіміз енем, ана кісі, менің енем болады, аты Ясыл деген әже. Эльмира кетем, мен қай жер жағымды таныстырып берсін. Шалқарбек құдаға бір қол соғып қояйық. Міне, рахмет. Әулетті таныстырып шықты.
Енді Гүлмира әпкемнің төркін жағынан, яғни Гүлсімнің нағашылар жағынан. Я, келіңіз әпке. Гүлсім келіндеріңіздің нағашылары жағын әпкем таныстырады. Айтыңыз. Қош келдіңдер, құрметті қонақтар, барлығыңызға сәлем бердік. Неге тойларыңыз құтты болсын. Мен таңдаударынан келгенмін Өзбекстан Республикасына. Неге жоғарыда отырған менің анам Нәзгүл, Естембетова Нәзгүл. Кезінде мұғалімді қыз. Қазір зейнеткер. Онан кейін мен үлкен қыз боламын. Бірінші мектепте істеймін, мұғаліммін. Ал менен кейінгі сіңілім Гүлмира. Оны жақсы білесіздер, бұл кісі районында қызметкер. Ал енді менің нағашыларым осы Жамбыл қаласында тұрады. Үлкені Ишпенбетов Мұрат. Мұрат тұр. Мұрат қайда? Ал ол кісінің жұбайы Гүлмира. Онан кейінгі менің сіңілім, нағашы сіңілім Гүлзат. Ал енді бұл кісінің күйеуі бала Майранбек. Ал онан кейінгі және нағашы Мінеке Мұрат. Ал онан кейінгі нағашым Ринат. Ал бұл кісінің жұбайы Гүлжан. Рахмет. Келіп орныңыздан тік тұрып, жанашыр екеніңізді ұқтырып, таныстырып шықтыңыз. Алла разы болсын. Енді қымбатты құдаларды көрдік. Тамырын терең жиған мәуелі ағаштай өсіп өрген екі жақта керемет кісі екенсіздер. Енді рұқсат болса біз де өз әулетімізді таныстырып шықсақ. Ал бізді жақта көке кім таныстырады? Барлығын жақсы білетін, жақсы танитын бір кісі. Жылдамдатып таныстырып жіберсе. Фидель ағам қайда? Ағам өзі сіз таныстырасыз ба? Кешегі арбаның бәрі қатты білемейді ғой. Кіші жүз шоптар боламыз. Біздің мына жоғарыда отырған анамыз мектепте тарих пәнінен берген, неше жылдық стажы бар, педагог, заң директоры болып істеген, халқына қалаулы, еліне елеулі, бүткіл район, 3 район сыйлаған анамызды. Аты Сәнім. Анамыздан бізде 5-еуміз. Мен үлкенімін, менен кейін 4. Осы қойдың егесі мына Фидель, мен екіншімін. Одан анамыздың жанында отырған жеңгеміз, атамның інісінің келіні, Айтгүл деген жеңгеміз. Бұл кісі жеңгем 2 баласымен, келінімен келген. Мына Марс деген ініміз Алматыда тұрады. Одан кейінгі Айбек келіншегімен келген. Ол жеңгем жанында отырған құдағи. Ол жаңағы Фидельдің 2-ші баласының келіншегінің анасы. Мына анамның жанында отырған әкемнің өзі, әкеміз бір қыз, 2 қыз бір ұл болған. Сол әкеміз де қайтыс болып кетті. Апамыздар осы атамыздан әкемнің тұқымынан қалған жалғыз Зоя. Зоя деген әкемнің қарындасы Зоя. Ол кісінің бер жағындағы атамның 3 ағайынды болған сол кішкене інісінің қызы.
Мәншүк деген ол да педагог. Зоя деген апам военкоматта мына кісі мына Марстың жанында отырған жігіт үшінші інім. Қарағандыдан келіп отыр, Қарағандыда тұрады. Бұл да политехті бітірген, жақсы жұмыс істейді. Ана кімді айта алмайтын ба? Ой, өзің танымай. Ана Құдағилардың сіңлісі екен. Мына қол көтеріп отырған ең төртінші інімнің келіншегі Өзбекстан Республикасынан келіп отыр. Зоя деген апам екеуі Өзбекстан, ана Құдағи үшеуі Өзбекстан Республикасынан келіп отыр. 24 сағат жол жүріп. Мына жақтан жібітейін ба? Мына жақта танимын. Жоғарыда отырған Роза Жорам. Ол кімнің, міне, Роза қолын көтеріп тұршы. Ол жаңағы осы той жасап отырған кісінің Жанаттың жеңгесі, немере жеңгесі. Оның бер жағында отырған Гүлбану деген жеңгесі Алматыдан келіп отыр. Бекеттің нағашылары. Оның бер жағында отырған сол мына Розаның кіші келіні. Мына ортадағы келіншек екінші келіні. Бірінші келіні өзім байлығамын демей алыпты. Шөлема, ана жанында отырған, бұлардың бәріміз біздер бір-бірімізбен байланып қалғанбыз, сіңілдерім негізі. Біздің шоғдардың қыздары. Райхан деген врач. Көшеде Тараз қаласында. Оның жанында отырған менің қызым. Ол да врач. Оның жанында отырған үлкен інімнің қызы. Ол фармацевт. Чеңетке фарм бітірген. Мына жігіт, ана Розаның кішкене баласы. Данияр деген, ана мен әрі жорам, әрі кластасым, қайғымдай кебіскен. Әрі құлам, жан жақтымыз біздер. Осы столы таныстырмыз. Ана ол кісі кішкентай інімнің келіншегі мұғалім. Әпкені мұңалғыз, өзіңіз таныстырасыз ба? Осы столды бір таныстырып жіберіңіз. Мына жерде Üzegen деген жаңағы 8 баласы бар. Ата менің әкемнің екеуінің баласы. Ата ізбасы. Ар жағында отырған бұл кісінің әрі қарындасы болады, әрі кісіге қорша болады. Мына Болқаның Бауыржанның әпкесі аты Гүлмира врач. Ар жағында отырған Қарқы деген біздердің әр нағашымыз, әр нағашы жеңгеміз болады. Бизнес-күні. Мына еқті шоптары. Шоптар езіміздің коммунизміздің. Біреу Сақына, біреу Дина. Жаңағы Бауыржанның Бауыржан бізге біреу болады. Соның біреу жеңгесі. Ол да жеңгесі. Қасындағы жігіт менен кейін бажа болады. Аты Бақыттың. Бауыржан жаңағы күйеу болады бізге. Кімнің мамасынан кейінгі қыздың күйеуі. Жанаттан кейінгі Гүлшаттың күйеуі. Қасында отырған Әсиман Алмас деген бұл да менің күйеу болам болады. Қарындасым жазды. Ол құрылысшы. Начальник участка. Ләззат Науға. Айдар бірменің бұғақтыры. Мен өзім жаңа Гүлназ айтып кетті ғой, Гүлназға класстас боламыз, бәріміз бірге өскенбіз, жасымыздан бұрыннан боламыз ғой енді. Мынау жаңадан келіп отқан құдалардың қадамына гүл бітсін дейміз. Тоғыздың мәңгілік болсын. Сізге де үлкен рахмет. Ардақты ағайындар, қымбатты құдағайлар, жақсылап тұрып арқаны кеңге салып, алдарыңызға келіп жатқан ыстық дәмнен алып,
сусыздар мен салқында бегімізді бүгін біліп отырамыз. Ал енді қазір осы таныстыру үшін алдарыңыздағы дәмнен алып отырыңыздар. Бір жақсы көңілді ән тыңдайық. Сол әннен кейін арай 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бірі уәли деп сөз беріп сіздердің тілектеріңізді тыңдайтын боламыз. Сосын би де болады бүгін, ән де болады, көңіл күй де болады. Ал бүгін дүниеңді көрсетесіздер, барлығын осы тойға жасаймыз. Ал құрметтеріңізге назарларыңызда батыр балаларыңыз жақсы тамаша әнмен. Құрметті қонақтар, той шобдар елінің қуанышы болып жатқан, сондықтан да рұқсат болса осы әулеттің үлкендері, төрде үлкен, жасы 90-нан асқан жаңа әпкем таныстырып шықты. Бір осы жалпы облысымызға белгілі сыйлы құрметті апамыз және апамыздың айналасын қоршап, тағы да осы әулеттегі үлкен қариялар, көкірегі бұлаққа, құшағы жұмаққа айналған аяулы аналарымыз келіп отыр. Қысқасы айтқанда, осы біздің өзіміздің, яғни шобдар елінің үлкендері, шобдар елінің үлкен ата-апалары, ағаларын тілек алаңын алдырып, сол кісілердің тілек батасымен тойды жалғастырса. Ал апа келіңіздер, апамды ортаға алдыртайық, той қуанышымыз құтты болсын. Атымызды атамады демей, сәнім апам бастаған осы шобдар елінің қариялары,
Үлкендері келіңіздер. Үлкендеріміз келіңіздер. Келіңіздер. Осы стол түгілді, кім өзі? Гүлхан құдағи, құдаша сіз де келіңіздер. Иә, жолдарыңыз үлкен ғой. Осы әулеттің мінекей құданың құдасы құдан қойып сорбасы дейді, апамның құдағилары ыңғайланып келеміз. Апа отырып алыңыз. Шашайсыз ба бұл? Жайғасып отырып алыңыз. Сіздің өстіп тойға келгеніңіз бәріміз үшін үлкен қуаныш апа. Аман болып осы әулетіміздің гүлі нұры болып жүре беріңіз. Жүзіңізден нұр төгіліп, мейірім төгіліп. Келіңіз құдағи, құдаша сіз де келіңіз. Құдағиымыздың сіңілісі құдаша да тойға келді. Рахмет келгендеріңізге. Ал қымбатты құдалар, абыр-сабырды басыңыздар, жайғасып отырып алыңыздар. Суретке де түсіп, бәрін үлгересіздер. Енді осы әулеттің үлкендерін тілегін тыңдайық. Үнімнен менің ояндың, көзілмей бесік таяндың. Әлдейін кетпес құлақтан, анашым менің аяулым. Жүзінен нұры шашылған, мерейімізді әргез асырған. Немере шөбереңіздің барын ұмытып, еркелеуге сізге асығам дегеле сөзді апама берейік. Апа әрқашан қуанышқа қадам бастап келіңіз, көңілді ән сап келіңіз. Бұйыртса Баязит үйленгенде тағы әулетте той болады. Сол тойға секіріп тұрып билеп, мына таяқты тастап келіңіз. Апамызға күш қуат тілеп сөз береміз. Алыңыз. Ата-ананың негізінде қазақ айтады, үш міндеті бар дейді. Ата-ананың бала артында. Бірінші міндеті баланы сүндеттендіру. Мінекей мына Бекет менің немерем. Жаңағы сүндеттердің бала менің шөберем болады. Мінекей бұлар сіз менен Бекет екеуі атасы, әжесі, папасы, мамасы баланың алдына бірінші міндетін өтеді. Және мінекей баланың білім алуынан көрді. Екінші міндеті ата-ананың, үшінші міндеті үйлендіріп, үлгі ету міндеті. Мінекей жандарым бұл қуанышы тойларын көпті болсын, дендерің сау болсын. Алланың берген мына балаларының қызығын көріп, барлық міндеттерді мінекей атқара беріңдер ойдағыдай. Бұл қариялар тілеуқор, жақсы тілектің деп сендерге ата береді қолынан келгенінше. Міне бұдан кейін мінекей мынау тойға келудің өзі де алыстан келгендерге рахмет айтамын барым. Алыстамау, туыстар бір-біріне бару, жақындау адамды жақындата түседі. Құдалардан міне осындай. Баршаңа рахмет. Бұл той сіздерге жұғысты болсын. Баршаңыздың үйінде осындай мінекей немере шөбере тойлар бола берсін. Сіздерге той тілеймін, денсаулық тілеймін, аманшылық тілеймін. Барды келдіңіз, ешқашанда алынбасын. Айтқаныңыз келсін апа. Ер жетіп есейсе де балапаны, арайлап атады екен дала таңы, иіскеп маңдайынан сипалайтын қымбат қой сіз секілді апалардың ыстық алақаны. Апа, тілегіңіз қабыл болсын. Көргеніңіз осылай той болсын, ары қарай апам жалғастырсын. Құрметті бүгінгі жиынға алайыққа той құтты болсын деймін. Той барлық жастарға жұғысты болсын деймін. Міне бүгін қайным мен жаңқа келінімнің немере тойын балдарынан беріп отыр екен. Оларға да жеке құтты болсын айтамын.
Осылай немере шөбере тойларын көре берейік, осылардың куәгері болайық. Еліміз, отбасымыз аман болсын. Құда андалығымыз 100 жылдық, 1000 жылдық болсын, мәңгі болсын. Бізде осы балдардың қуанышына ортақтасып, ағайын туғандарымыз, барларымыз келіп отырмыз балдарымызбенен. Балдарға, осы өсіп келе жатқан балдарға жолсызды болсын дейміз. Біз осылардың куәгері болып жүре берейік. Алла разылығымен тойымыз қабыл болсын дейміз. Тойларымыз тойға сай болсын. Рахмет апа. Апа үйіңізге бақ береке ырыс қонсын. Әрдайым төрдегі құдалармен арамыз тату дұрыс болсын. Біздің бекетпен гүлсінді бұйырса, миллиардтап ақша табатын жұмыс болсын. Енді біраз жылдардан кейін бекеттен тараған ұрпақ Қазақстаннан жатсын жайлап кетіпті деген сыныс болсын. Сол үлкен өсіп өнген әулет болсын. Алла тілектеріңіз қабыл болсын. Ары қарай жалғастырайық. Апа. Шымкентте мұғалім болған 40 жыл. Тарихтың сабақ берген. Яғни мынау дүниедегі ең тәтті нәрсе немере екен ғой. Менің шөберем де бар. Осы тәтті нәрсенің жаңа Баязитжанның сүндет тойы құтты болсын, дені сау болсын. Педель жанға немерелерін көбейе берсін, ізіне ере берсін. Мынау бекет көрсін, сендер қуаныштарың болсын Баязит. Мен Қазақстанның президенті болам деп жүр ғой. Құдай аузына салған шығар, Алла тағалам. Лайым да сол президент болсын. Дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Осы келген ағайындардың барлықтары сенің осы отбасыңа келген бәрі құт береке әкелсін, отбастарына қуаныш әкелсін. Мына келген құдалардың да қадамдары құтты болсын. Мен біз Өзбекстанда жасаймыз біздер. Өзбекстаннан келіп, құдалардың жарысы Өзбекстаннан келіп отыр. Өзі мына Гүлсімдеріне папа, мамасы да біздермен Өзбекстанда тұрады. Барлықтарыңыздың қадамдарыңыз құтты болсын. Данияр аға барып отыр, бұлар менің қайыным болады, бұлар осы жақта жасайды. Баязитжанның ағашылары. Сол, әрқашан той болсын, тойларымыз тойға жалғасып кете берсін. Рахмет. Шетелден келіп отыр екенсіздер ғой? Дұрыс қой, шет мемлекет, шетелден келіп отырсыздар. Рахмет. Сол Өзбекстаннан басып келген қадамдарыңызға және басып қайтатын қадамдарыңызға мол сауаптар жазылсын. Екі ортан жол болып тойға арнай бересің. Ал енді рұқсат болса ағаларымыз, бұл кісілерде Өзбекстаннан да алыс жерден келіп отыр, Қазақстан болса да Қарағанды деген қайда 1000 километр. Айтыңыз. Құрметті қонақтар, бүгінгі сүннет тойымыз құтты болсын. Ат жағын тартып азамат болып отыр. Аты тұлпар, құсы сұңқар болсын. Ер жетіп, елінің елеулі азаматы болсын. Таудай талабы болсын. Білімге, өнерге сүйімді болсын. Ата-анасының, әжесінің, атасының бәрі үмітін ақтайтын үлкен азамат болсын. Осы қуанышымыз жұмысты болсын. Осы тойға тілеген тілегімізді берсін. Тойымыз той боласын. Қандай жақсы тілек. Сіздер жақта әлі суық шығар. Осы бір апта бұрын қар жауып деп көріп отыр, тик-токтан бізде футболмен жүргенде. Бұны айтайық. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған құдалар, жақын жұрттар. Мынау бүгін Баязит баламыздың сүндет тойы құтты болсын. Мынау елге танымал болған орыс шайыптар аталарына, бабаларына ұқсаған үлкен азамат болсын, ел танитын. Дені сау болсын, аңсаған армандарына жетсін. Бекет балдарың сүндет тойы құтты болсын, әрдайым үлкен азамат болсын, елге қызмет қылатын азаматтардан болсын, аталарының жолын берсін. Батырлардың ұрпағы бол, Құда қаласа ауыз дуалы президент болам дейді, президент болсын бар. Дендерің сау болсын, ата әжесі ертерек келсін. Денің сау болсын, әрқашан осындай балдардың жақсы күндерінде, жақсылығында басқаша елік тойларыңыз той болса берсін. Рахмет.
Құдай қаласа өзі президент болам десе болсын. Енді президент болса болып жатар. Мен жаңа сұрап жатырмын ғой, жаңа ойлап жатыр. Не істейсің бағанағы ақша, көп ақша берді ғой? Не істейсің десе, үйленем деді ғой. Үйленсін. Құдай қаласа, сол күнге жеткізсін. Енді рұқсат болса, қазақ құдасын сыйлап құрметтеген әмге енді құдағиыңыз келіп отыр. Bir ауыз тілегін алып, сол сіздерге қарай жақындайық. Міне, құрметті қонақтар, баршаңызға сәлем бердім. Міне, құда-құдағайым Федилға, Жанка, мына балдарыңыздың сүннет тойы құтты болсын. Гүлсін, Биге, Шалғыраға, Гүлмира, сіздерге де құтты болсын. Ортадағы алтын көпірлеріңіз, үлкен алтын көпір ешқашан сынбасын. Баязетке не дейміз, президент болып жатыр ғой. Лайым президент болсын, першілер әумин десін бәрі. Бізде Өзбекстаннан келгенбіз, құдаларыңыз сәлем айтуда, құтты болсын айтып жатыр. Кішкене сыйлығым бар, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Көріп тұр Өзбекстаннан келгеніз. Әйтпесе мынандай біздің Қазақстаннан мынандай киім сатылмайды. Өзбекстаннан аласыз. Қандай подарок әкелдіңіз? Беріп беріп тұр. 500 теңге әкеліп тұр. Беріңіз. Сұққап билеп жүр. Құлағы елен сыйлар. Рахмет. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Бұл жақта әпкеміз. Құрметті қонақтар, құдалар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Баязитжанның мұсылман болғандығын тойлап жатыр. Тойларың тойға ұласын. Жаным алтын қарадауым, бауырым, тойын қолға қойға бассын. Осындай немерелердің, шөберелердің көп болып, солардың қызына тоймай, үлкен босып алған, үлкен биіктерден көрініп, Жанка екеуің айналайын қартайғанда осылардың рахатын көріп, шалқып жүре беріңдер. Алтыным, өз фармацевтің дәрігер. Келінім не? Айта берейді, бағын айт дедім. Садиктің заведующий келінім. Баязитжанның ізінен ере берсін, өзінен өзі көбейсін балалар. Дендерің сау болсын, тезірек Қазақстанға көшіп кел, жаным алтын бауырым. Мен Шымкентте тұрамын. Бұлардың ертерек көшіп келгенін қалаймын. Баязитжан үлкен, білімді, ілімді, сауатты, бауырмал, мейірімді ата-анасына үлкен биіктерден көрінетін азамат болып өссін. Соған барлығымыз тілектеспіз жандарым. Бай қуатты болыңдар. Алла барлығымыз біздер үш район неде қалып кеткен Өзбекстанда. Былай линейкамен сынған кезінде. Негізі біздер Қызылорда облысына қарағанбыз кезінде. Сол жердегі үй ішіне үй тігілсе, одан да жылы дейді, мына отырған кісілердің барлығымыз біздер бір-бірімізбен былай байланып, аралас, құралас, ата-анамызбенен көпшілігіміздің ата-аналарымыз құрдас болған, бірге араласқан, жора-жолдас болып, сондай жандарымыз. Алла осы қайда жүрсек те дендеріміз сау болсын. Ниязгүл апа, рахмет сізге, үлкен рахмет. Сонша жерден келіп жатырсыз. Сізге особый рахмет. Дендеріңіз сау болсын. Алла ауызбіршілігіңізден айырмасын. Әрдайым осындай жақсы күнде, жақсы тойда, жақсы жиында кездесуді, тойлауды Алла нәсіп етсін. Несібелі болсын, бақытты болсын, тақты болсын. Айналайын Баязитім. Рахмет әпке. Мынандай сөз бар ба? Ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілесін дейді, соны істейді. Яғни бала ата-анадан не көрсе, соны істейді деген бар ғой. Папа-мамасы бір-бірінің қолын ұстады ғой, жаңа көрдіңіздер ме? Папа-мамасы бір-бірінің қолын ұстады. Екеуі ұстамады, соны қайталамады ғой. Ұста.
мынандай сөз бар апа, егер де дейді, некелескен екі жар өзінің жағын жақсы көріп, қолынан ұстаса дейді, мейірленіп ұстаса, 10 сауап жазылар екен, ол рас. 10 сауап иесі ол десе. Мейірленіп өз жағына қараса дейді, жақсы көріп қараса, 20 сауап жазылар екен. Қара. 20 сауап. Маңдайынан иіскесе дейді, 30 сауап жазылады екен баба. Иіскер осының бәрін елдік алдында жасаса, ұят болады дейді. Папа мамасының қандай махаббаты? Ескірмейтін махаббат. Міне, сіздерге жүрісті болсын. Алай. Құрметті қонақтар, қонақжасқандар, жағдағилар, некелеріңізге той құтты болсын. Жаңға кейде тойға шақырғанда қуанып кеттім уже. Мен қарап қойып, ойбай жақсы болды ғой деп. Рахмет, осындай Баязиттің арқасында мінекей келін балалар танымайтын шығар бізді. Замира атайтын шығарсың. Иә, ұқсап тұрмын ба? Бақыттың көршісін, бақытты жастайтын шығарсың. Иә, құтты болсын, қоныстар құтты болсын, неке бүгінгі той құтты болсын. Баязиттің қадамынан нұр жаусын, жұлдызы биік болсын. Құдай қаласа, осы тойларын тойғаласып, алыс бер осылай бір-бірімізбен жақсы қатынаста жүре берейік. Елдеріңіз сау болсын, той тойғаласа берсін. Мен жеңгелерім осындай тойда көріп тұрғанға қуаныштымын. Анамның көзін көрген ақ жеңгелерім ғой. Өстіп тойда жүре беріңіздер жарқырап ортаңызда. Елдеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Ар уақытта тек қана басымыз осындай тойда жақсылықта жүрміз. Енді байқадық оны. Осы залда отырғаннан жартысы мұғалім, жартысы врач, жартысы фармацевт, сондай екенсіздер ғой. Жай адам жоқ біздер. Құдашаға берейін, құдаша жол берейін. Тойыңыз тойға бассын. Той құтты болсын баршаңызға. Жеңше аға қайынбек келін болсын. Баязиттің сүндет тойы құтты болсын. Не айтып жатыр ғой? Ежелдегі ата-бабаларымыз сүндеттерге барғаны әрекеттеп, таққа отырғызып, мерекелеген сол сияқты сіздер де бүгін таққа отырғызып Баязитті отырғызып жатсыздар. Баязит сіздерге осы ата-бабаларына ұқсаған елін, жерін қорғайтын үлкен азамат болып өссін. Алла тағалам Баязиттің намысын шоқ қылсын, жанарын от қылсын, көйлегі көп болсын, қарны тоқ болсын, уайымы шоқ болсын. Баязиттің үлкейіп, Баязит үйленіп, үлкейіп, өсіп, өніп, әулетімізге сыймайтындай көп болсын. Тойларыңыз тойға құласа берсін, той барлығыңызға жақсы болсын. Баязиттің даңқы жер жарып қаласа берсін. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Рахмет. Қандай мұғалім десе қорқып өтесің ғой, 45 минут сөйлемеді. Зарплатаңыз 5 миллион болсын. Қалғанымыз қосыламыз ба? Сөйтейік ше, бәріміз бір тілекті қайталап отырып қойды. Ал, сөйлесің ғой? Сөйтейік ше. Қосылған қонақтың үйінде бір жылда 100 рет той болсын. Ал, атасы қалашынан жақсы. Сөйлетіп өтейік, апалардың басына келейік. Келіңіздер, бәріміз келейік. Кейдері аға жаңада пьесілерді келіңіздер, апалардың айналасын қоршап, естелікті сөйлетіп өтсек. Келіңіздер, жаңада бір аға. Бекет күнсім сіздер де түссеңіздер болады. Алдында еркелеп отырып болсаңыздар болады. О, міне. Қандай жақсы. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген сөз бар.
қазір сол сөзді басқаша шығарып алған. Баласы жақсы аналар қартаймайды. Осы балалардың рахатына бөленіп апамыз қартаймас. Енді той ғой, қазір жақсы көңілді музыка қояйық, апа. Шама жетсе ата сіздерде билеңіз. Яғни біздің Шалқарбек құда менен Гүлмира құдағи бастап берген жаңа құдалар, біздің Гүлсім келініміздің төркіні, бекет балаларыңыздың қайын жұрты құдаларды ортаға Баязиттің нағашыларын шақырамыз. Музыканы қойайық, қымбатты құдалар, атымызды атамады демеңіздер, баршаңызды, яғни төрде тұрған Ақжаулық анамыздан бастап, түгелдей жаңа құдаларды тілекке шақырамыз. Ал келіңіздер, атау, апамның қасына қарай келейік, артқа қарай шегініңіздер, өйткені қазір сіздердің тілектеріңізді тыңдайды. Ал құдаларды тілекке шақырдық. Ағайын, басқаның жөні бір басқа, жаңа құдалардың жөні өз алдына бір басқа. Құдалар тойға келгенде қошемет неге қылмасқа, неге құдаларға шабала ұрмасқа ағайын. Құдалардан егізген құйрық бауыр жегізген, құда келсе ауылға қой қоздайды егізден дейді. Құдалар келген қадамдарыңызға гүл бітсін, үйлеріңізге ырыс береке нұр бітсін, әулеттегі келіндеріңіздің құрсағына Бауыржан Момышұлдай батыр ұл бітсін. Мына той құтты болсын. Енді рұқсат болса, төрде үлкен анамыздан бастармыз. Дұрыс, апам бастайды бе? Апа, қош келдіңіз, сөз сізде. Құрметті қонақтар, бүгін тойға жайылған. Мінекей бүгін Ораз Шайықтардың үйінде үлкен той. Баласын, немересін сүндеттеп той жасап жатыр. Міне сәлім апа, пиде жанқа, Гүлсім бекет, міне тойларың құтты болсын айналайын. Балдарың бақытты болсын. Баязиттің сүндет тойы құтты болып, ата-анасына жақсы мейірімді азамат болсын. Үлкен азамат болып, ата-анасына қызмет ететін жігіт болып өссін. Мінекей сіздердің үйлеріңізде осындай той болсын, той жұғысты болсын. Әр қашан денсаулықтың арқасында мінекей сонау саннан келіп тұрмыз. Мінекей тойларыңыз құтты болсын сәлім апа. Балдарыңыз бақытты болсын. Міне балдарыңыздың қызығын көріп, Алланың берген жасын жасап, қызығын көре беріңіздер. Пейде жанға сенің немерелеріңді ертіп, шөберелеріңді шертіп, аман-сау балдарының ортасында күліп ойнап осындай тойда қызықтап жүре беріңіздер. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын. Рахмет апа. Бұл кісі енді Гүлсімнің нағашы апасы, әжесі, үлкен әжесі, Алла тілегіңіз қабыл болсын. Апамның саясында ер жетіп мен аяғына ақ бесікке тербетілгем, апамдай ақ ниетті абзал жанды таппаспыз іздесек де жер бетінен деген. Осы үлкен кісілердің Алладан сұраған дұға тілегінің арқасында кейінгі жастар осы әлемдік тәрбиелі бейбіт өмірде өмір сүріп жатырмыз. Алла тілектеріңіз қабыл болсын. Апамнан кейінгі жолы бүгін міне ағайын тұрып шейіп жаттар. Сәлім апа, мынау немереңізді сүндеттетіп атсыз, ол да бір сізге қуаныш. Бедел, жанат, әрқашан үйлеріңде той томалақ бола берсін. Осы Баязиттің арқасында бәріміз бір-бірімізбен қауышып жатырмыз, Құдайға шүкір. Әрқашан тойларыңыз тойға басып, ортамызда үлкен әрқашан тартарқан жайылып тұрып, осымызда айырылмасын. Достығымыз әрқашан мәңгі бақилық болсын. Айтқаныңыз келсін. Ал Құданың сөзінен кейін кімге береміз сөзді? Жалғастырайық. Сіз нақсыңды беріп алайда, сіздің қонақтарыңыз былай айтқанда. Мына жақта үлкен нағашы әпкесі келіп отыр. Жол үлкен апамның бірінші тұңғыш қызым деді ғой. Дұрыс па? Шатасқан жоқ па?
Hoş geldiniz hürmetli konaklar. Nike Salim Apa, Fidel Janka, Gülsüm Beket. Bugünkü toylarınız kutlu olsun. Toylarınız toyga basa bersin. Ardayım dinleriniz sağ olup, ömürleriniz uzak bulsun. Qonçta günleriniz mol bulsun. Nemereleriniz dertip, şöberilerinizi şertip, ardayım qonçta gün mol bolup, bir-birimizben silaslığımız ardayım uzağынан bulsun. Toyga olasın. Osындай toyda кездесу әрдайым нәсіп етсін. Барлықтарыңызда үйлеріңізде той болсын. Тілегім мол. Рахмет күшті. Анда телеведущийлар сияқты сөйлейсіз ше. Жаңалық көріп отқан сияқты ғой сіз сөйлесек ше. Жоқ, әдемі сөйлейді, күшті сөйлейді. Енді рұқсат болса Шалқарбек құда сөз берейік, өйткені осы барлық дүниені ағайын туысын ертіп келіп отқан қыздың ата-анасы осы кісілер. Қыз беру оңай емес, сондықтан да қыз жалпы әкеге жақын болады, қыздың тілегі қыдырдың тілегі дейді қазақтарда. Сондықтан Шалқарбек құда ортаға шығыс, бас құдаға бір қол соғып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті құдағайлар, келген қонақтар. Міне бүгін мынау немереміз Баязиттің сүндет тойы барлығымызға да құтты болсын. Сәлім апа, сіздің шөбереңіз құтты болсын. Сүндетке қадам басқан жолы. Не дейміз, өмірде ең қызығы осы бала деген баланы, осы сүндет тойын, шөберенің сүндет тойын сіз көре беріңіз. Сіздің ізіңізден еріп, біздер де жүре берейік апа. Бедел адамына құтты болсын. Жанат құдағай. Мына Баязитіміздің өмір ұзақ болсын, Алла нәсіп етсе. Бұдан да басқа үйлену тойларына, басқа да тойларына да куәсі бола берейік. Енді Баязитке мынау шашуымыз бар. Әжесі тапсырып $500. Рахмет күшті. Құпиялап араласыр жасырмай, сағынышы жүретін бір басылмай, іздеп келер, сыпайы сіздеп келер, құдаң шіркін болсаншы құрдасындай, жарқ жүрқ етіп сұлулардың сырғасындай, жайдарлы болып жүреді мұңға сынбай, ойы да ортақ, шат думан тойы да ортақ, құда қиын болсаншы сырласындай дейді. Гүлмира құдағайға сөз берейік. Сөйтсе $500 деді. Ақылайға. Hoş gelipsiz құрметті қонақтар. Міне бүгін Шолдарлар елінде үлкен қуаныш, үлкен той екен. Оның себепшісі міне немереміз Баязиттің сүндет той екен. Сәлім апа шөбереңіздің, Фидел Жанка немеренің, Гүлсімбека балдарыңның, Баязитжанның сүндет тойы құтты болсын. Дені сау, өмірі ұзақ болсын. Әрқашанда дені сау болып, ортамыздан ойнап күліп жүре берсін. Шолдарлар елінде той бола берсін. Міне Баязит президент болам дейді ғой, әне сол күнге жеткізсін. Барлығыңыз сол президенттің куәсі болыңыздар. Қандай керемет. Аллаға шүкір, Тамай елі мен Шолдар елінің арасы жол, тойға келген құдалардың бағасы зор, ортасында үлкен анамыз бар, сол елге абыройлы бағасы мол. Осы аналардың жолын біздің Гүлсім келінге беріп, Шолдар елінің қаланы емес, Алла нәсіп етсе алталаштан аяулы анасы болды, бізде тілегімізді айттық. Ал енді арғырай тағдай, жол үлкен, жас үлкен бір кісі сөйлеп, жастар жағымен қосылатын шығар. Бәріңіз осыластырма, жақсы көремін сіздерді қосылғаныңыздар. Ал сөйлемес ұрыс шығаратындар бар? Қайсысы? Сөйлем. Мұрат аға. Ассалаумағалейкум. Құрметті қауым. Сәлім апа, немереңіздің сүндет тойы, Фидел Жанка, Гүлсім Бекет, сүндет тойы құтты болсын, өмір ұзақ болсын ол. Биіктерден көріне берсін әрдайым. Сіз бізді құдайымыз, әркім үйінде осындай дастарханда той бола берсін. Өте дұрыс жасап жатсыздар. Көп сөз көжеге қатық болмас, қара тасты қанша қырласаң да жақын болмас. 100 адам азаннан кешке тілек айтса да, жаратқан ең қабыл етпесе, басына бақыт болмас деген екен бір дана кісі. Осы үлкен кісілердің тілегіне қалғаныңызды қосып жатыр. Мың алғыс. Енді сөйлет өтсек бұл кісілермен де, еще қымбат бұл кісілердің ақы сөйлет өтсек келіңіз. Келіңіз аға.
құдағдай болып, әдемі болып суретке түсіп алыңыздар. Сосын жаңағы құдалардың әкелген шашуы, әкелген дүниесін тамашалаймыз. Тазалықтың тартылмасын бұлағы көл, жақсылықтың жарқылдасын шырағы мол, қыз алсын қыз берсін қызық туман, 1000 жылдық болсын осы құдалық жол, қыз алсын қыз берген айналайын сіздерден, мейірімге қамты қой күлім деген, көздерден деген екен. Ал соткаға да түсіп алыңыздар, иә? Тиктокқа салып қоясыздар. Қараңыздар. О, әдемі. Мықты. Ал апа, біраз дүние әкепсіздер. Бар жақта КамАЗбен әкеп 2 сағат түсірді ғана балдар. Құдай, оны жидап айтсайшы. Не қатықтық қайда жинадық бір нәрсе. Ана администратор кабинет төбесіне құлап отыр администратор. Соны жасап алайық. Күн жарықта. Наным бар деген жептін әкепті ғой, сойылқандай беріп әкелген дүниеден бір арқаларыңыздан жүк түскендей болады ғой. Қыздың жасауын әкелуді оңай емес қазір. Заманына қарай адамы деп бәрін әкеледі қазір. Ой, оңай емес. Соны тамашалайық, апалар келіңіздер. Мына жақта жігіттер ауыр заттар болса көмектесіп жіберейік. Бір би берейін, билеп атқанда дүниелерді әкеп алыңыздар, жігіттер көмектесіп жіберіңіздер. Құдаларға құрметпен бір би берейік. Сіздерді батыр боларыңыз жақсылап бәрінен билетсін. Әйел бақыты бағдарламасы басталды. Оның жүргізушісі Лейла Сұлтанқызының құрбысы Гүлмира ханым. Сіз жүргізбейсіз бе? Кім? Ведущиймін. Жаңа күшті сөйлейтін әппелайды, әппе сіз жүргізесіз бе? Кино көргендей болып отырайық. Қазір айтады өздері. Болдық па? Ал, бісміллә деп бастап, ашатыны бар, шашатыны бар, шашып көрсете беріңіздер. Кімге берейін енді микрофонды? Келсеңізші, сіз не тығып тұрсыз? Өзіміз аша берейік па? Негізі білем, ападан көп нәрсе. Осылай тойын жүргізіп, қарап-қарап үйреніп кеттік. Біз ұялып тұрмын, әйтпесе. Бастай беремін негізі. Ойнап отырмын. Ал, бастаңыздар. Алдымен барлықтарыңызға сәлем бердік. Бүгін ізгі ниеттің, ақ батаның, ақ тілектің күні. Ең алдымен өзімді таныстыра кетсем, есімім Аружан. Аспан әулетінің, үлкен әулеттің келіні боламын. Кәдесіз қыз болса, қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз қыз болмайды. Мынау келіп жатқан барлығы бұл дүние емес. Ең алдымен бұл сенің анаңның саған деген мейірімі, отбасыңның жылуы.
қыз бергеннің жүгі жеңіл, жүк бергеннің жүзі жарқын дегендей, қыздың жүгін 7 жастан жинасаң жетеді, 6 жастан жинасаң асады деп отыра, Гүлсім келінімнің жүгін ашуға рұқсат етіңіздер. Ең алдымен кемін. Мынау күнделікті қонақтарға арналған көрпелері жамылатын. Мынау Баязит баламызға арналған көрпе төсегі. Жастығы. Екі жастың махаббат көрпесі.
Tamam.